Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазір бізде көркем еңбек сабағы. Сабағымызды бастамас алдын қауіпсіздік ережелерімен таныс болайық. Қайшымен жұмыс кезінде қайшыны жолдасыңа сабымен ұсын. Қайшының ұшын сабымен көтерме. Өтпейтін, тозған қайшымен жұмыс жасама. Жолдасың қайшымен жұмыс жасап жатқанда көңілін бөлме. Қайшыны лақтырма, сермеме, оны ашасын ашық қалдырма. Партаның оң жақ шетіне қой. Инемен жұмыс кезінде инені арнайы орында сақтау керек. Тот басқан инемен жұмыс істеуге болмайды, себебі ол жұмыстың әдемі болуына кедергі жасайды. Инені ауызға салуға болмайды. Сынып қалған инені мұғалімге тапсыру керек. Қағаз қиған кезде қайшыны емес, қағаз парағын жұлдыр. Қайшының ұшын жоғары қаратып ұстама. Қайшыны біреуге бергенде жабық күйінде бер. Желімді аузыңа салма. Жұмыс біткен соң қайшыны арнаулы қорапшаға салып қой. Желіммен жұмыс кезінде партаның бетіне төсеніш төсе. Желімді аузыңа, көзіңе тигізбе. Жұмыс соңында қолыңды жу. Ендеше осы қауіпсіздік ережелері үнемі есімізде болсын. Сабақ сайын осы қауіпсіздік ережелерін сақтап отырайық.